10 сынып физика 490 БЖБ 1. АВС-ды алюминий жолағы, магниттелген темір жолағы және екі магнит стержень берілген. Олардың қайсысы қай зат екенін анықтау үшін тест өткізілді. Суретте берілген жолақтардың екеуін ұштарымен жанастыру нәтижесі көрсетілген дейді. Енді қараңыздар, бізде қай жолақ қандай зат болатынын анықтаңыз. Тебіледі дейді. Бұл жерде А жолағы магнит стержень, Б жолағы тоже магнит стержень, ал енді С жолағы магниттелген темір жолағы болады, ал бізде Д жолағы алюминий болады. Кеттік келесі. Диаграммада өзара перпендикуляр 3 x, y және z бағыттары көрсетілген қай әріп тоқ күшін өрісті және күштің бағытын көрсетеді дейді. Бізде мынау білеміз. Мынандай бір сурет көрсетілгенде, мен бұл суретті өзім сала салдым. Ол түспеді. Мынау x, y, z. Енді біз білеміз, сол қолдағы біздің x, яғни бас бармағымыз Лоренц күшінің бағытын көрсетеді. Ал мынау y 4 болсақ, бізде всегда тоқ күшін көрсетеді. Ал мынау z, яғни магнит өрісінің бағытын көрсетеді. Өріс алақанға кіріп тұру керек. Суретте магнит өрісіне енген бета бөлшектің шоғы берілген. Магнит өрісі бет жазығына бағытталған. Өріс арқылы өткен бета бөлшектің бастапқы бағыты қалай ауытқиды? Бета бөлшектің траекториясын сызыңыз дейді. Енді қараңыздар, бізде электрон шоғы мынау магнит өрісіне кіреді. Бұған бізде Лоренц күші әсер етеді. Лоренц күшінің бағыты бізде астқа қарай болғандықтан ол астқа қарай ауытқиды электрон шоқтары. Кеттік келесі. Өткізгіш сымды доға тәрізді магнит полюстарының арасына орналастырды. Суретте өткізгіште тоқтың бағыты және өткізгішке әсер ететін күштің бағыты көрсетілген. Мына біз өткізгішке әсер ететін күштің бағытын сол қол арқылы анықтаймыз. Сол кезде ол күш астқа қарай тұр. Мына жерде дұрыс көрсетілген. Төменде магниттің және өткізгіштің орналасу көрсетілген P, Q және R суреттері берілген дейді. Қай жағдайда тоғы бар өткізгішке әрекет ететін күштің бағыты бастапқы жағдаймен бірдей болады. Бізде бастапқы жағдаймен бірдей болатын тек қана R ғана. Мына жерге біз сол қолымызды қойып істейтін болсақ, бұның да біздегі күштің бағыты астыға қарай болады, тек қана R. Д варианты. Электронға бір текті магнит өріс тарапынан 5 көбейту 10-13 дәрежесі Лоренц күш әсер етеді. Магнит индукциясы 0,5 Тесла. Бір текті магнит өрісіне қозғалған электрон үдеуін анықтаңыз. Электрон магнит индукциясына перпендикуляр бағытталған дейді. Бізде Ньютон екінші заңы бар еді ғой. F тең ma деген. Осы жерден біз аны қорытатын болсақ, ол F бөлінген m болады да, осы формулаға салсақ, бізде 5-5 көбейту 10-17 дәрежесі метр бөлінген секундтың квадрат шығады. Кеттік келесі. Ұзындығы 0,2 метр өткізгіш магнит индукциясы 4 Тесла магнит өрісінде 30 градус бұрыш жасап орналасқан. Өткізгіштің бойындағы 2 ампер тоққа магнит өріс тарапынан әсер ететін күштің шамасын табыңыз дейді. Бізде жалпы магнит өріс тарапынан әсер ететін күш ол ампер күші. Ампер күшінің формуласы ол IBL синус альфа деген формула болады. Осыған салатын болсақ, бізде 0,8 Ньютон болады. Кеттік келесі. Суретте кілт арқылы тоқ көзіне қосылған катушка көрсетілген. Екі магниттелмеген темір жолақтары катушканың екі жағына еркін ілулі тұр. Кілтті тұйықтаған кезде темір жолақтарынан не болады дейді. Бізде бұл жерде X және Y жолақтарының екеуі де катушкаға қарай қозғалады деген вариант, яғни Д варианты дұрыс болады. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдауы ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау жасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.